Жақсы болды ғой, армансыз ойнаймыз. Алдымен сурет салып алайық. Үлкен стақанға гүл салып қойғасыңдар ма? Анам кеше ғана сатып алып берді. Бұл құмыра қымбат тұрады. Саған ақылық тиіп қалған ба? Я, солай ғой деймін. Сырым, егер сен су ішсең ақылығың басылатын шығар, мен қазір саған су алып кеп берейін. Сенің ақылығың кетті. Мені шошыттың. Енді сенің кекешіңді кетіру керек, жүр. Ер, сен деп айт. Ер сен деп асықпай ер сен жоқ. Істе. Ер сен деп асықпай ер сен жоқ. Енді келе жатыр. Енді келе жатыр. Ер сен. Анамның құмырасы. Ес, сенің кекештенуің кетті. Жанмын, сонда да бірақ көңілім кейде толмайды, алаңсыз күліп жүрген кезде де армансыз күнім болмайды. Аспанда күнде айналар түнде арманым өлсе сол қайғы. Бақытқа сенемін, армандай беремін, армансыз
үнсіз сол қайғы. Бақытқа сенемін, армандай беремін, армансыз күнім болмайды. Армансыз күнім болмайды. И был народ с тюркским именем хазары. Это имя само по себе значит примерно то же, что и имя родственное казахов. То есть это означает кочевника, жителя степи. Хазары обеспечили славянским переселенцам, земледельцам, колонистам спокойную жизнь. И они были в этом заинтересованы, потому что славяне действительно должны были платить им дань за мир, за спокойствие, дань хлебом, а хлеб всегда был необходим кочевникам во все времена. Кочевники не могли обойтись без земледельцев, без земледельческой колонизации. Вот под эгидой хазар славяне смогли расселиться не только до Среднего Днепра, но даже и до бассейна Дона.